Сіздермен бірге мен Асхат Сағат. Және бүгін біздерде мен міне ютубқа мынау бірінші видеом, достар. Білесіздер, қайбір қазақ ютуберлердің ешқайсысы сразу дамып кетіп популярный болып кеткен жоқ. Сондықтан достар, қолдап кетсеңіздер қазақ бауырларыңызды. Міне енді ютуб арна ашып, әлемге әйгілі ютуберлер құсап, мен де ютубер болғым келеді. Сондықтан қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздерші. Ал біз ультиматум ойнап бүгінде менде дана термесім. Егер алдағы уақытта, егер де мен сіздерге уәде берейін, 100 подписчик болған кезде мен сіздерге уәде берейін, 1000 алмас салатын боламын. Мен осылай подписчиктерімді көбейтіп алғым келеді, достар. Сондықтан маған көмектесе алсаңыздар. Қайбір ютуберлерде бірден дамып кеткен ештеңесі жоқ. Міне өзімде жақсы Free Fire ойнаймын, бұрынғы аккаунттарым бар. Бұл жерде тек қана бұл да жақсы ойнайтын игрок сияқты. Достар, ойнай алмайды дегенде комментарийға хейт жазып кететіндер, достар, одан көңіл күйін түсіріп жазбай қойғандарыңыз жақсы. Білемін, мен қазір мені ешкім танымауы мүмкін, бірақ мен алдағы уақытта дамып кетуге тырысатын боламын. Егер достар мені қолдайтын жандар болса, лайк басып, комментарий жазылып кетіңіздерші. Менде үстіп Дамир, Адылайда, қазақша секілді, Досымжан, Ерохалар секілді әлемге әйгілі ютубер болғым келеді. Мен бір өзім шын айтайын, өзім СНС-ті жақсы ойнаймын. КБ рейтингтерді анда-санда ойнап тұрам. Достар, мені аккаунтым ботский дегенде комментарий хейт жазудың керегі жоқ. Мен енді түсінетін шығарсыздар, енді ютубтан жаңадан аштым. Егер достар, мен сіздерге айтайын, егер мен 100 подписчик болған кезде мен өзіме алмас салатын болам, ал 1000 подписчик болған кезде мен прокачка ойнататын болам. Барыншасының қолдауларыңызбен. Достар, сіздің қолдауларыңызбен жайлы ойнататын болам. Мына ойында, мына игроктар жақсы игрок секілді, өзі жақсы ойнап тұр. Бір бас бар. Екі бас бар. Аптека жеп тұрған секілді мынау. Көстенкі бітіп кетті. Мына игрок мықты екен. Бірақ достар, мен сіздер үшін тырысатын боламын. Мені қолдап комментарийға жазып кетсеңіздер, мен де бір қуанып қалар едім. Себебі мен ютуб арна ашып көрмегенмін өмірімде. Қолдап кетсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып. Жақсы ойыншы екен, бір олд игрок секілді. Бірақ мен сіздер үшін тырысатын боламын, достар. 4-те 1 ұтылып жатырсам да, достар, қолдап кетіңіздер. Бот, анау деген керек емес. Екінші раундты алдық, міне дегенше. Достар, я білем, мен аккаунтым ботский,
андай тым жоқ дегендей бар енді. Бірақ мен егер сіздерге уәде беремін достар, 100 лайк болатын болса, мен 1000 алмаз ойнататын боламын. 10 лайк болған кезде прокачка тағы да алмаз сөйтіп көбейтін. Егер 10 000 подписчикке жеткізген кезде мен араларыңыздан прокачка ойнататын боламын. Прокачка турнир. Кейбіреулер бар, міне ютуб арна ашылғаннан кейін одан бүйтіп андай ойнай алмайсың деп хейт жазып кетеді комментарияларға. Достар, тырысып жатырмын мен. Ұтылған секілдімін бұл жерде. Бұл жерде зажимать ету керек секілді достар. Жоқ, ай. Бұл раундта ұтылып қалдық достар, енді. Айып етпеңіздер енді. Жарайды, бұл батсамасы ғой достар. Алдағы уақыттарда сіздердің қолдауларыңызбен жеңіске жететін боламын. Осымен видеоны аяқтайын. Сау саламат болыңыздар достар, қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.